Қайырлы күн, балалар. Бүгін 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдері күні. Балалар, өздеріңде білетіндей, әлемде түрлі ұлт өкілдері мекен етеді. Бірақ та олардың әр қайсысына өзіне тән жеке мемлекеттік тілдер бар. Ал біздің қазақ елімізде де 130-дан астам ұлт өкілдері мекен етеді. Бірақ та барлығымызға ортақ мемлекеттік тіл бар. Ол қазақ тілі. Бүгін 5 қыркүйек күні Қазақстан халқы тілдері күні мерекесі болып саналады. Тіл біздің рухани қазынамыз. Сондықтан да балалар, біз өз тілімізді сөйлеп, өз тілімізді мақтан тұтуымыз керек. Біздің қазақ тіліміз әлемдегі ең бай, ең әдемі тілдердің бірі. Тіл біздің ұлтымыздың жаны, ал ұлттың болашағы ана тілі балалар. Сол үшін біз өз тілімізде сөйлеп, тілімізді қастерлеуіміз керек. Ал сен өз үйіңде қай тілде сөйлесесің? Жарайсыңдар балалар. Біздің ана тіліміз шексіз бай тіл. Сондықтан да біз өз тілімізде ғана сөйлейік. Біздің мемлекеттік тіліміз қазақ тілі. Қазақ тілі өте ғажайып, кемел тіл. Сен де өз тіліңді құрметте. Енді балалар, мына сұрақтарға жауап берші. Мемлекеттік тіліміз қай тіл? Еліміздің бас қаласы қалай аталады? Біздің президентіміз кім? Біз қай елде тұрамыз? Еліміздің рәміздерін айтып бер. Балалар, біз өз тілімізді құрметтейік, өз тілімізде ғана сөйлейік. Сау болыңдар балалар.